Жақсы шағатай тілдерін үйретіп, Омар Хайям, Әлішер Науаи идеяларымен сусындатады. 1909 жылдан Перовск уезіне қарасты Аламбесек болыстық орыс түземдік мектепке барған Темірбек 3-4 жыл бойы орыс тілін үйренеді. Үлкен тұлғалардың істеген еңбектерін білуіміз керек. Солардың бірі және бірегейі осы Темірбек Жүрген. Біз осындай жақсы адамдардың атын ғана білмей, өміріндегі мазмұнды мағыналы нәрселеріне хабардар болуымыз керек. 36 жылы Мәскеуде өткен қазақ өнері мен мәдениетінің оңтүстігінде бар жоғы 3 айға жақын уақыттың ішінде де жаңағы мамандардың айтты, қазақтың небір марқасқа өнерпаздарын жинап, соларды 3 ай уақыттың ішінде дайындап, келудің арқасында бүкіл Мәскеу, бүкіл кеңес одағымыз қазақ мәдениетін танылды. Содан кейін Жамбылды таныды. Жамбыл ағамыздың жұлдызы жарқырады. Күләш Байсейітован сол оңтүстіктен қайтып келгеннен небәрі 23 жасында кеңес одағының КСР-ның халық әртісі атаққа ие болды. Небір қазақтың марқасқа өнер қайраткерлерінің жұлдызы жанды. Өткендер көп өмірде күйікті болып, жүргендер де аз емес сүйікті болып, қол кимесе қолында ұстағанын, шын махаббат лаулаған биікте көп дейді Мағжан аға. Я солай! Ендеше тұра қалғасына қосып ұпайымды жер тастаймын!